Ташкент супермаркет ойлаш. Тура неде тұр ғой? Манхэттен, Нью-Йорктың ортасында супермаркет Ташкент. Ішін көрейік бірге. Бұл жерге мені бүгін Мика деген қыз алып келді. Микамен бүгін кездестік. Қазір енді ішін аралап, ішінде не бар, не жоқ, бәрін көреміз. Ой, аналарды қараса, әдемілеп қойыпты. 4 бұрышты қылып жинап. Мына не деген тамақтарынан бәрі. Мына жақта кәдімгідей ғой. Сонда получается тандыр самса, не, балық. Мына жақта нандар, плов, чеснок, сорпалар, донер. Тәттілердің бәрі бар еще. Excuse me, was I? Excuse me? Салаттар. Короче, тағы бір ар жағын бір көрсіп шайын мен енді. Ар жағын. О, шашлыктар. Ет, лағман, плов. Ар жақта пирожки, чебуреки. Мындай еттер. Йогурт. Аяқта енді сүт, сухофрукты. Макарон, гречка, мынау нелер, мынақта банкалар, семечки бәрі бар екен. Ар жақта печенье, мына жақта не? О, мына жақта альбени. Мына еттер. Еттің бағасын көп сұрап атады ғой, негізі. Фарш 6-да 99, 5-те 99 екен. Бұл жарты келасы 1 ЛБ деген примерно 450 грамм болады. Еттер 8-де 99. Получается примерно жарты келасы бір 3,5-4 теңге ғой, теңгемен айтқан кезде ше. Все, болды. Енді біз өзімізге керек нәрсені алып алайық. Мына жақта жұмыс істейтін тракистердің бәрі осы жерден салып алады екен да. Мына жерден салып алады, мынандай контейнерларға. Все, болды. Жұмыс қалып кете берсең болады. Осылай, бәрін көрсетіп жүрттім. Че там? Нью-Йорк па? Нью-Йорк. Пельмендер түсіп қойған қарасайшы. Кофта, ладно, кеттік біз тамақ жеген.